Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Керебаева Айжан Сабыржанова. Пән: технология және оқыту әдістемесі. Тақырып: оригами ойыншықтарды қағаздан құрастыру. Сабақты мақсаты: студенттерге оригами туралы түсінік бере отырып, жас ерекшелігіне қарай оны жасауды үйрету. Оригами жапон тілінен аударғанда бүктелген қағаз деген мағынаны білдіреді. Ежелден келе жатқан қағаздан әртүрлі пішіндер жасау өнері. Бұл қолөнер түрі қағаздың алғашқы отаны Қытай мемлекетінен бастау алады. Алғашында бұл өнер діни бағытта көп қолданылған. Оригами жасау өнері үлкенге де кішіге де зор пайдасын тигізеді. Атап айтсақ, ол адамдардың ой өрісінің дамуына, мидың оң жақ және сол жақ жарты шарларының белсенді жұмыс жасауына оң ықпалын етеді. Екіншіден, бұл жұмыс екі қолмен атқарылатындықтан қимылдың әртүрлі шапшаң болуына және бұлшық еттердің шымырлануына, қол моторикасының дамуына үлкен септігін тигізеді. Өйткені адамдардың тіл дамуы жіңішке қолдың дамуымен тығыз байланысты болғандықтан, қолдағы ұсақ моторикалардың жақсы қызмет атқаруына аса маңызды. Сондай-ақ бүлдіршіндердің саусақтарының икемділігін арттырып, ал ол өз кезегінде көркем жазуға алып келеді. Бұл қолөнер түрі өнер иесін икемділікке, шыдамдылыққа, еңбекқорлыққа баулиды. Ересек адамдар хобби ретінде айналысатын болса, жұмыстан тыс уақытта эстетикалық ләззат алып, біраз сергіп алуына таптырмайтын іс. Өз кезегінде психологтар да бұл өнерді жоғары бағалап, стресс және уайым қайғыны жеңу мақсатында қарапайым халыққа осы шығармашылықпен айналысуға кеңес береді. Оригами өнері математикаға тұнық тұр деп айтсақ та болады. Кейбір мемлекеттер бұл өнер түрін мектепке міндетті пәндер ретінде қосқан. Мысалы, ақш-тың орта білім беретін мектептерінде осы өнерді математика және геометрия пәндерін оқыту кезінде креативті әдіс ретінде қолданады. Оригамидің бізде бірнеше түрлері бар. Олардың бірі модульдік оригами. Модульдік оригами кішкене ғана бөліктерден тұратын, яғни кішкене ұсақ бөлшектерден тұратын оригамидің бірі. Өте күрделі оригами түрі. Келесі бір бөліктен тұратын оригами түрі. Бұны балабақшада, кіші топтарда, ортаңғы топтарда жасауымызға болады. Келесі ортаңғы ересек және мектепке даярлық топтарында екі бөліктен тұратын оригами түрін жасауға болады. Бүгінгі сабақта біз үш бөліктен тұратын оригамиді жасаймыз. Бұл бізде аю, қол, аяғы және денесінен тұратын. Ол үшін бізге екі бірдей қағаз керек. 15-15 сантиметрден тұратын. Оны бірінші қағазын алып, екіге бүктейміз. Оны қайтадан ашып, оң жақ бөлігін ортаңғы бүктелген жерге қарай апарып, үстінен басып, түзу етіп бүктеп аламыз. Екінші жағында дәл солай ортасына қарай апарып, бірдей етіп, түзу етіп бүктейміз. Астыңғы бөлігін аударып аламыз. Астыңғы бөлігін үстіне қарай көтеріп, жоғарыға қарай көтеріп, оны тағы да бүктеп аламыз. Сонда бізде шаршы пайда болады. Енді бұдан ортасынан 1 сантиметрдей жер қалдырып, тағы да жоғарыға қарай бүктейміз. Сонда мынадай бейне пайда болады. Оны аударып, оның ортасынан төменге қарай үш бұрыш тәрізді біраз бүктейміз. Сонда бізде үш бұрыш пайда болады. Мына үш бұрыштың үстінен басамыз. Екінші жағында дәл солай бүктейміз. Ортаңғы жағынан сәл алып, төменге қарай бүктеп, үш бұрыш тәрізді үстіне басып, үш бұрыштың үстіне бастырып, мынадай бейне шығарамыз. Енді астыңғы бұрышын тағы да бүктейміз. Бұны жоғарыға қарай көтереміз бұрыштарын. Алдымен оң жақ бұрышын бүктейміз, жоғарыға қарай қаратып, бірдей етіп. Және екінші жағында дәл солай жоғарыға қаратып бүктейміз. Енді үстіңгі бұрыштарында дәл осы әдіспен бүктейміз. Оны тек төменге қарай қаратамыз. Екінші жағында дәл солай бүктейміз. Бұл бізге құлақтарын жасау үшін қажет аюдың. Енді оны сәл жоғарыға қарай шығарамыз бұрыштарын.
екінші жағында дәл солай шығарамыз. Аюдың құлақтары бізде үш бұрыш болмағандықтан, оны сәл дөңгелетеміз. Ол үшін бұрыштарын кішкене артқа қарай қайырамыз. Кішкене артқа қарай қайырып, бүктеп қоямыз. Басындағы мына шығып тұрған жерін артқа қарай қайырамыз. Құлақтармен бірдей болғандай. Сәл кішкене бүктейміз оны да. Бізде оригами бүктеу болғандықтан қағаздың барлық жерін бүктеп шығамыз. Енді бізде мына ортаңғы жағында мына бұрыштары қалды. Оны да кішкене ішкі жағына қаратып бүктейміз. Сонда бізде басы біраз дөңгелек тәрізді болады. Екінші жағында дәл солай бүктейміз. Міне, бізде басы да дайын болды. Бұл бізде аюдың денесі. Аударамыз оны. Енді аюдың денесіне бізде аяқтары мен қолдары қажет. Ол үшін келесі екінші қағазды аламыз. Оны бірдей етіп бүктейміз. Және бүктелген жерден қайшымен ортасынан бөліп аламыз. Екі қағаздың біреуі бізде қолы, біреуі аяғы болады. Біреуін тең ортасынан бүктейміз. Және осы бүктелген жерге оң жақ бұрышын апарып, дәл сонымен бірдей етіп бүктейміз. Және екінші жағында ортасына қарай қаратып, тағы да бүктейміз. Екеуін қосамыз. Екеуін қостық. Енді екі шетін бір-біріне қосып, тең ортасынан осылай бүктеп аламыз. Аударамыз. Және осы екі шетін дәл жаңағы бүктелген жерге қарай апарып, тағы да бүктеп аламыз. Енді екі шетін жаңағы бүктелген жерлеріне бастап төменге қарай қаратып бүктейміз. Оның екеуін де ашамыз. Міне, сәл ашып, оны астына қарай басамыз. Үй тәрізді болады бізде бейнесі. Екінші жағында ашып, төменге қарай қаратып, үстінен бастырамыз. Екі үй тәрізді сияқты болады. Енді оны аударамыз. Мына жерлерін төменге қарай қаратып, ортасына қарай бүктейміз. Сонда шаршы тәрізді болады. Екінші жағында дәл солай бүктейміз. Міне бізде қолы дайын. Және аяғында дәл осы тәрізді жасаймыз. Дәл осы әдіспен жасаймыз. Міне аяғы мен қолы бізде дайын. Енді оны аюға біріктіреміз. Біріншісін төменге қаратамыз қолын. Ал екінші аяғын керісінше қарама қарсы қаратамыз. Яғни жоғарыға қарай қаратамыз. Енді бізге аюдың көздері мен ауыздары жетіспейді. Ол үшін қара маркер немесе басқа да бояйтын құралдарды қолдануға болады. Мен қара маркермен көздерін және мұрнын саламын. Және қызыл қаламмен өз қалауым бойынша безендіреміз. Сіздерде өз қалауларыңыз бойынша безендірулеріңізге болады. Басқа құралдарды қолдана отырып. Мен аюымның қолдары мен аяқтары қозғала бергендіктен мен оны желімдеп қоямын. Себебі олар екі бөліктен тұрғандықтан қозғала береді.
қозғалмас үшін оны желімдеп қоямыз. Міне біздің аюымыз дайын. Бұл аюдың бейнесі 3 бөліктен тұратын. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде бірнеше оригамиден сюжетті оригами құрастыру ұсынылады. Рахмет.